Сіздерді көруге қуаныштымын. Шеберлік каналында тағы бір видеоны жазғалы жатырмын. Яғни осындай екі түрлі бігізді көрсеткім келіп жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай, біреуі кәдімгі әдеттегідей бігіз. Жақындатып көрсетейін. Және де екінші бігіз, ол сәл осындай қисықтау. Бұның не үшін қажет десеңіздер, әрине бұл барлық кезде қажет емес бұндай бігіз. Бірақ дегенмен де осындай бігіз болса жақсы. Қандай жағдайларда? Мысалға, мынау бір табан, бұл енді нашарлау табан. Бірақ дегенмен де сіздерге көрсету үшін осы табанды қолдануды шештім. Яғни қараңыздар, осы табанды мысалға кәдімгі сіздерге жақсы түсінікті болу үшін кәдімгі бігізбен бір-екі рет көргенмін мына жерін. Қазір бірақ тағы да көрейін. Мына қараңыздар, мына жерден мен жіпті алу үшін былай кіргіземін де, кәдімгі қарапайым бігізді былай кіргіздім, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Былай шетіне қарай жақынырақ алу үшін маған мейлінше былай тақап кіргізуге тура келеді. Қараңыздар. Және осылай тақап кіргізетін болсам мен кәдімгі бігізбен. Және мына жерінде сызық қалып отыр, көрініп тұр ма? Ұзын ұзақ. Ал енді майсық бігізбен кіргізетін болсам, қараңыз. Міне, тақап алдым. Және шығаратын болсам, мына жерде алдындағы мынаған қарағанда жатқан жоқ. Мынау бүкіл табанға жатты. Алдындағы мынау қарапайым бігіз. Ал мынаның көмегімен мен мейлінше аз күш салып, нәтижесі жақсырақ болды. Қараңыздар. Тақай алдым шетіне қарай. Және де жіпті алған кезде де бұл оңайырақ болады. Мысалға қараңыздар. Жіпті аламын бұнымен. Әрине, қарапайым бігізбен де сондай жасауға болады. Бірақ жаңа көрсеткенде шетінде із қалдырады. Қажет емес. Кейбір табандар олар із қалса, оны өшіре алмайсыздар. Мені былай жатқызып, қайтадан қарапайым бігізбен істеп жатырмын. Бұнымен де шетіне тақап істеуге болады, бірақ аса қиынырақ. Біріншіден өзіңіз қинайсыз. Екіншіден нәтижесі майсық бігізге қарағанда бұның нәтижесі кішкене сызықтар қалдырады. Тіптен кейбір аяқ киімдерде жаңа атап өткендей осындай із қалдырған аса әдемі емес болып қалады. Сол себепті, егер осылай тақап тігуді шешсеңіздер, тақап тігу қажет кездер болады. Сол себепті бігізге, яғни қолданатын құрал сайманға ақшаны үнемдемеген жақсы. Әсіресе сіз үй жағдайында осылай аяқ киім жөндеуді шешсеңіз, осындай бір майсық бігіз және де бір түзу бігіз сатып алып қойсаңыз, әрқайсысы бір шамамен 1000 теңгеге жетер-жетпес тұрады. Сіз бір аяқ киімді барып жөндеп қайтатын болсаңыз, соның төңірегінде ақша бәрібір жұмсайсыз. Сол себепті, қымбатты көрермен, бүгін көрсеткім келгені қайтадан қайталап өтейін, қарапайым тіке бігізбен майсық бігізді көрсеткім келді. Яғни егер сіз
осындай жағалауына жақынырақ тіккіңіз келсе, аяқ киімді жөндеген кездерде, онда осындай қисық немесе майсық бігізді қолданғаныңыз жақсы. Бұл өзі солай өңделіп шығады. Бұны қолдан жасалмаған. Осыны жасаған кезде әрине осылай жасалынған. Кәдімгі бігізді үйтіп, енді уақыт өте келе майысатын шығар, бірақ тура осы қажетті майсықта оны сол өңдеп осын шығарған кезде осылай майсық қылып шығарады. Сонымен біле жүріңіздер, және де өздеріңізге сатып алып қойсаңыздар да жақсы осындай майсық бігізді. Жағалауларға жақын жерлерге тіккен кездерде осындай майсық бігізбен қолданғаныңыз жақсы. Жақсы, сау болыңыз, жазылыңыз. Осы каналға жазылмасаңыз, тұрақты көрермені болыңыз. Сонымен қатар қоңырауды бассаңыз, басқалармен де бөлісіңіз. Алдағы уақытта үй жағдайында қалай тағы да нені жөндеуге болатындығына қатысты видеороликтер шығады. Жақсы, сау болыңыз.